Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен ұн қуырдақ жасаймыз. Ең бірінші етімізді осылай уақтап турап аламыз. Мен әр тамақ пісірген сайын осылай турап кесіп қоямын. Соны кішкене одан да уақтау етіп турап алдым. Содан соң етімізді жуып, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Етіміз қуырып жатырған кезде керекті овощтарымызды жуып, тазалап, уақтап етіп турап аламыз. Олатына морковь, жуа және картоп. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша болгарский перецтарды қоссаңыз болады. Осылайша біздің етіміздің суы тартылғаннан кейін жуамыз бен морковымызды салып, тағы да шыжғыртып қуырып аламыз. Кейін өзіңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қосып араластырып, тағы да үстіне кішкене су құйып, кішкене томат салып араластырып, бетін жауып, орташа отқа етіміз піскенше қайнатамыз. Картошкамызды да уақтап турап аламыз. Картошкамызды етіміз жұмсарған уақытта саламыз, өйткені біздің картошкамыз тез піседі, езіліп кетпеуі керек. Ендігі кезекте біз қамырымызды дайындайтын боламыз. Және тұз, бір жұмыртқа салып, барлығын бір келкі болғанша араластырып, үстіне ұн салып, қамыр илейтін боламыз. Содан соң салафанға салып, немесе бетін жауып, қамырымызды тындырып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Кезекте қамырымызды жайып, дәл бешбармаққа дайындаған сияқты етіп дайындап аламыз. Содан соң кеспе сияқты етіп, барлығын кесіп шығамыз. Дәл осылай лапшаға кескен сияқты етіп кесіп аламыз да барлығын осылай шашыраңқы етеміз. Осы аралықта біздің етіміз жұмсарды, картошкамызды салып, суымыз аз болса, су құйып, бетін жауып қоямыз. Ендігі кезекте жаңағы лапшамызды осылай пешке 5-10 минутқа кептіріп аламыз. Сол кезде біздің қамырымыз осындай кеуіп әдемі болады. Ендігі кезекте біздің картопымыз пісті. Біз ұнымызды осылайша ештеңеге араластырмай, тек бетіне ұнымызды салып шығамыз және отымызды баяу отқа қоямыз. Әр 5 минут, 10 минут сайын бір-екі рет араластырып қоямыз. Содан соң бетін жауып, көп ашпай, дайын болғанша пісіріп аламыз. Біздің ұн қуырдағымыз осындай шашырап күшті болып шығады. Маған өте ұнады. Және де достар, мен өзіме ұнап, мен рецепт түсіремін, бірақ өзіме ұнаған рецептілерді ғана шығарамын. Сондықтан сізде дайындап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Егер де мен видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, хотя бы қиын болмаса лайк басып кетесіздер ме? Мінекей осылайша біздің ұн қуырдағымыз дайын. Көп рахмет, ас болсын. Сізде дайындап көріңіз.